Келесі болып бізді жалғастыратын Қопа болашақ. No, listen. No, listen. Boy. Может, чуть-чуть қосармыз? Нұржолан, сен не мына ақшаны менсінбей отырсың? Біле білсең, егер де мен мына ақшаны алып болсам, қайырымдылық қолына салып, қалғанына мешіттен айтқанын салатын. Әли, сен депутаттар жасамаған жұмыс жасайын деп отырсың ғой. Қош, сен 40 мың теңгені алсаң не істейсің? Мен бәрі 40 мың теңге алатын болсам, мен мынадан да мәңгілік алатын едім. Сен өзің 40 мың теңге алатын болсаң не істейсің? Мен ақша үшін емес, мен мектептің намысы үшін алып. Онда жақсы болды ғой, ақшаны үшке бөліп аламыз. Намысымен, бірақ манаға доллардың ақшасын бөліп тастау керек. Жігіттер, осы алдыра, үшінші мол жатыр. Соған қызық, қыздар бізге не сыйлайды екен? Не сыйлайды? Сол баяғы сыйлайтындары бұлау ғой. Неге нормально тұрған жоқ па? Қой қайдағы бар ма? Тимур ағайдың бірге болып тұрған жоқ па? Ал бізде келесі сыйлық, осы Мәскеден басқа дым бермейді екен ғой. Ерімді сенің сүйе оңбаған Неге білмейді бір жағымдайды болмаған Қанша рет көзім Ерасыл, жанындағы ваташ қылмайды? Ұрысқан ваташ қылмайды. Қалай ұрысқан? Маған қараш, маған қортықсың дейді. Өзің түрі еркекке ұқсайтын білмейді. Маған бетіңе күтім жасамайтын, ұқашыға жетпесін дейді. Өзі әлі күнде мұртын құруды өлмейді. Маған қап қарасын дейді. Өзі дейді, әсем гүл апай сияқты, әппақ қой. Ойбай, мақта жібердің ғой. Ерасыл, осы жерде қоя салса ол, не де болса қызым дұрыс айтқан сияқты. Сезім ашын бәрі Ерасыл, сен немен халықтың көзін жамандап жатырсың? Мен мүлде ондай емеспін ғой. Тіпті ауылымыздағы топ 5 әдемі қыздардың қасында 3-ші орындамын. Міне, қарайсың. Міне, мен 3-ші орындамын. Әсемгүл апай 4-ші орында. Мә қасқа, Әсемгүл апай маған жүрді. Чөшіп қалыпты ғой. Жан, кешірші, мен сен басқа қырларына таң қалдым. Жарайды. Жан, мен саған сыйлығым бар. Ой-ой! Жан, кешен шықпеш тоқта. Жігіттер, енді сенсіз ойыңыз жасаймыз ба? Бастайын. Ендеше ойыңызды басын өзіңізден, биіңізден бастаймыз. Сонымен тамашалаймыз, өзінің қолының бар екенін ұмытып кететін ағамыз дүкенде. Ойбай, қолың бар екен ғой.
тамашалаймыз, таста өнінде онлайн сабақ болса. Ерасыл, анда не онлайн сабаққа кірмейсің? Апай тасы істемей қалды. Қалай тасың істемейді? Осы қыздармен сөйлескенде тастарың істейді. Қасындағы Еркошта 2 тас бар ғой, біреуін соя алмайсың ба? Апай менде бір-ақ тас қой. Екіншісі қайда? Сындырып алдым. Сонымен тамашалаймыз жыландардың класында болған жағдай. Тек, жыландар кім сабақ айтады? Апай, мен айтайыншы, апай. Сонымен тамашалаймыз әділ қазаларға қатты жағын басатын бала жайдарманда. Дани. Тамашалаймыз 5 жасар қыз бен 5 жасар баланың әңгімесі. Не болды деген қаласың? Үйдегілер құлағымды кесем дейді. Сен не болмайды жаққа сап. Менікі кесеміз деп жатыр ғой. Ендеше құрметті көрермендер, сіздердің алдарыңызда өз өнерін көрсеткен, өздерінің ағаларының лайықты болған көпігін алуға келген болашақ құрамасы. Рахмет, Шұбар.